Ассалаумағалейкум қазақ елі. Сіздермен бірге Сайлау Сағындықұлы. Бүгін міне бізде 15 наурыз айы. Кеше Көрсөйт мерекесі болды. Бізде міне қайтадан қыс болып кетті. Негізі бұл қардың жауғаны 5-6 күн болды, бірақ мен бүгін түсіріп тұрмын. Бізде қайтадан қыс тұрып қалды. Бір жұмадай болды осы қардың жауғанына. Қойлар қайтадан қораға тұрып қалды. Сол негіз алдынан бері түсірем деп жүрген бір қонақтар болды, нелер болды. Содан көп түсіре алмай қалдым бейнелерді. Міне бізде мынандайлар бар қазір. Қой төлдеу басталып кетті. Ешкілер, қойлар бәрі төлдеп жатыр. Ана жақта түнде туған 2 қой бар төлдеген. Сиырлар далаға емес, сыртқа салып қойдым шөпті. Сиырларға енді мына жерде мынандайлар тұрмын. Анау былтырғы жетім баспақ қой. Алдындағы төл. Енді мына жерде сосын жаңадан туған бір жұма болған төл бар. Бір жұмаға да жетпейді, бір 4 күн ба 5 күн ба болған төл бар. Қазіргі жаңалық осы бізде. Міне күнді көріп тұрса қар жауып тұр. Жердің бәрі міне аппақ қар. Алдындағы күндердің бәрі арман болып кетті. Міне осылай бізде қар бәрі. Тауық күтектер. Тауықтар да туып тұр еді. Жұмыртқалап тұрған, бірақ мен қазір оны апым біледі ғой енді. Тауық күтектің ішімді. Мынау бұлдырады бұты. Қар тұрып қалды ма, не тұрып қалды? Міне қыс бізде. 15 наурыз қыс қайтадан. Әзірге осы. Тағы да жаңалықтармен болсақ бөлісіп отырам. Арнама жазылыңыздар. Пікір жазыңыздар. Бөлісулеріңізге де болады. Жақсы, сау болыңыздар.